Сәлем менің оқырмандарым. Бүгін біз сіздермен қозғырық қуыратын боламыз. Қозғырықты осындай қазанда тұзды суға қайнатамыз алдымен. Және қозғырықты мен балаларым картошкамен ұнатқандықтан картошкамен қуыратын болам бүгін. Осындай тұзды суға қозғырығымыздың артық жерлерін алып тастап, тазалап судан жуып, осылай салып қайнатып аламыз. Қозғырықтың қазан қақпағын жауып, қайнағанша біз картошка, пиязымызды турап дайындап аламыз. Мінекей біздің қозғырығымыз қайнап дайын болды. Бұл қозғырықты 5-10 минут қайнатып, ыдысқа сүзетін боламыз. Осындай рецепттермен танысу үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ыдысқа салып, мінекей сүзіп, жақсылап суытып, оны өз қалауларыңызша турап алсаңыздар болады. Мен картошканың көлемінде етіп турайтын болам. Бұны суығаннан кейін осындай ыдыстың көмегімен сүзіп аламыз. Және біз картошкаларымызды және пиязымызды да осындай турап алдық. Және қазанымызға майды құйып дайындаймыз. Мінекей қазанға майды құямыз. Көп адамдар қатты майлы болғанды қаламайды, ал біреулер майлы болғанды қалайды. Өз қалауларыңызға қарай майды құясыздар. Және қыздырып майда алдымен біз пиязымызды қуырамыз. Пиязды қалағандарыңызша саласыздар енді. Мен пияздың көп салғанды ұнатамын. Өйткені кез келген тағамның дәмін кетіретін ол пияз болады. Пияздан кейін картопты саламын. Картоп пен пиязды екеуін жақсылап араластырып қуырып аламын. Тұзын сеуіп, осылай сәл қызартып қуыратын боламын. Картопымыз шамалы қуырылғаннан кейін, қозғырығымызды мен осылай турап алдым. Өйткені қасыққа да ілінгеніне жақсы. Осы картоптың үстіне қозғырығымызды салатын боламыз. Картоптың үстіне қозғырықты салып, бұларды араластырып, оны қуырамыз. Мен жарты қасық тұз салдым. Қатты тұзды да болмайды, және тұзы аз да болмайды. Осылай тағы да азырақ қуырып алып, демдейтін боламын. Біраз қуырылғаннан кейін қақпағын жауып демдейміз. Осылай демделіп тұрады. Және бұл бір бокал су құямын. Осы суды құйып, тағы да біраз демдейміз бұны. Мінекей біздің қозғырығымыз дайын болды. Осындай көкөністердің, аскөктердің менен ыдысымызды сәндеп, балаларға тартымды етіп, және тәбетті ашатындай етіп салып береміз. Сіздерге ас болсын. Осындай қозғырықты қуырып көрсеңіздер болады. Өте дәмді болады. Мінекей тәбетті ашатындай етіп, бетіне
ас көк менен пиязды себемиз. Ас болсун.